осы шайдың 12 қасиеті бар екендігін айтып өткенмін, соған тоқталайық. Бұл шай біріншіден шөптен жасалған. Бұл шайдың рецептісына, яғни белгілі бір рецептпен дайындалады ғой шай. 5000 жыл болған. Ең бірінші қасиеті жаман холестеринді шығарады, ал пайдалы холестеринді бауырға жеткізеді. Яғни біз жеп жатқан тамақта пайдалы холестерин болады және пайдасы жоқ жаман холестерин болады. Жаман холестерин бауыр сүзу процесі жүрген кезде қан тамырға өтіп кетеді де, қан тамырды ластайды, қан тамырдың стенкасына жабысып, давление тудырады, миға оттегінің жетіспеушілігін тудырады, өте көп зиян келтіреді. Жаман холестерин. Вот мынау шайды жеген тамақтан кейін ішетін болсаңыз, ішіндегі жаман холестеринді организмнен шығарып тастайды шектен. Қалмен бірге, ал пайдалы холестеринді бауырыңызға жеткізіп отырады. Пайдалы холестерин не үшін керек? Пайдалы холестериннен миыңыз, бауырыңыз сіздің миыңызға қажетті клеткалар жасайды және половой гормондар түзеді. Сондықтан пайдалы холестерин ағзаға өте қажет. Екінші қасиеті бауырдың клеткасының жаңаруына қатысады. Яғни гепатопротектор деген нәрсені білеміз ғой, не ол гепатопротектор деген? Бауырдың клеткасы жылдам жаңарады. Яғни оның жұмысы 500 жұмысы болғандықтан бауырдың, Алла тағала оның клеткасын басқа органның клеткасына қарағанда тез-тез жаңарып, тез-тез көбеюін қамтамасыз еткен. Вот сол бауырдың клеткасының жаңаруына осы шайдың тікелей пайдасы бар. Үшінші қасиеті қан тамырының эластичности дейді ғой, соған жауап беретін простагландин деген гормон бар. Вот соны реттейді. Яғни давление жоғары болса, оны түсіреді, төмен болса көтереді. Не ол эластичность деген? Жалпы біздің қан тамырымыз жүрекке қосылған, жүрек қанды качать еткен кезде тамырыңыз серпінді болса, ол емін-еркін ішіндегі қанды миыңызға жеткізеді, аяғыңызға жеткізеді, қолыңызға жеткізеді. Вот соның серпінділігіне жауап беретін простагландин деген гормонды осы шай реттейді. Төртінші, қалқанша безінің жұмысын реттейді. Мысалы, автобусқа мінсе, машинеге мінсе, адам ұйықтап қалатындарды көресіз ғой. Вот сол қалқанша безінің функциясы бұзылып жатыр деген сөз, бастамасы. Ол адамда алдағы уақытта қалқанша безінің проблемасы болады деген сөз. Щитовидка ғой қалқанша без деген. Вот сол қалқанша бездің жұмысына тікелей атсалысады. Бесінші қасиеті асқазанның қышқылдығын реттейді. Бір адамдарда изжога болады. Тамақ жесе асқазаны дискомфорт болады. Неге? Себебі біздің асқазанымызда асқазан сөлі бөлінеді, ол жердің өзінің қышқылдылығы болады. Вот сол қышқылдылықты реттейді. Кімде жоғары қышқылдылық төмендетеді, кімде төмен қышқылдылық соны қалпына келтіреді. Ал асқазан деген бұл темірдің сіңірілуіне әсер етеді. Яғни асқазанда қышқылдылық төмен немесе жоғары болса, онда сіз жеп жатқан тамақтағы темір организмге сіңірілмейді. Алтыншы қасиеті онкопротектор, яғни онкологияның алдын алады. Ал онкологиямен ауыратын адамдардың онкологиядан жалпы диагноз ретінде құтылуына бірден бір атсалысатын шай осы шай. Оның дәлелі Америка құрама штаттарында, Огайо штатында осы шайдың құрамына кіретін көк шайдың рак клеткасын өзін-өзі өлтіруге программалай алатын қасиеті зерттеліп дәлелденген.